Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ұлмекен. Бүгін біз осындай шашуға арналған қалта тоқып үйренетін боламыз. Арнама тіркеліп, ұнаса видео ұнаса лайк басып, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдыңғы видеода осындай қалташаның осындай түрін үйренген болатынбыз. Описаниеге мен ссылкасын қалдыратын боламын. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Жібімізді сұқ саусағымызға орап алып, негізгі ұзын жұмыс жібін крючокпен тартып аламыз. Және осында біз 4 воздушная петля тереміз. Төртеу. Ең бірінші тоқыған петлямызға жібімізді өткізіп біріктіріп аламыз. Мына жіпті саусағымызбен ұстап тұрамыз. Осы жерден 2 бос ілмек тереміз. Және жібімізді крючокқа орап, мына жақта тесік бар, ортасында ашып көрсететін осындай тесік. Осы тесіктің шеңбердің ортасынан ілмекті 2 бағана тоқимыз. Крючокқа ораймыз. Тағы да бір бағана тоқитын боламыз. Осындай 3 бағана шықты бізде. Мына 2 воздушная петля бізде бір бағананы алмастырады. 2 бос ілмек тоқимыз. Дәл сол шеңбердің ішіне 3 столбик с накидом тоқимыз. Яғни 2-3-ін тоқыдық. Одан кейін 2 воздушная петля тереміз. Дәл осы жерге 3 столбик с накидом қайтадан. Үшінші столбик с накидом. Біздерде 3-еуі шықты. 2-3. Тағы да 2 воздушная петля көтереміз. Осы шеңбердің ішіне 4-ші осындайдың 4-шісін тоқимыз. Яғни 3 столбик с накидом тағы да тоқимыз. 2-3. 4-еу шықты бізде. Енді бір воздушная петля көтереміз де, мына жерде, мынау бірінші, мынау екінші, осы петлядан өткіземіз, біріктіреміз. Бірінші қатарды аяқтадық. Енді екінші қатарға тағы да 2 воздушная петля көтереміз. Жібімізді крючокқа орап, мына жерде бастаған жерімізде тесік бар біздің. Сол тесіктен, мына жерде тесік 2 столбик с накидын тоқимыз. Яғни бізде 2 воздушная петля 1 столбик с накидынды алмастырады. Енді жібімізді орап, қайтадан мына жердегі аркіге, тесікке 3 столбик с накидын тоқимыз. 2-ші столбик с накидым, 3-ші столбик с накидым. Осы жерден тағы 2 воздушная петля көтереміз де, дәл осы тесікке тағы да 3 столбик с накидын тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі тесікке тоқимыз енді. Бұған да дәл солай 3 столбик с накидым. 1, 2, 3, 2, 2 воздушная петля көтереміз. Дәл осы жерге қайтадан 3 столбик с накидын тоқимыз. Дәл осы 3-еуін тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі тесікке де дәл солай 3 столбик с накидым. 1, 2,
3, 2 воздушная петля көтереміз. Дәл осы жерге тағы да 3 столбик с накидін тоқимыз. 1, 2, 3. Енді мына жерде біздер мына 3 столбик с накидін тоқыдық. Енді екінші 3 столбик с накидінді осы жерге тоқимыз. 2, 3. Біріктіріп аламыз осылай. Екінші қатарды біздер аяқтадық. Ары қарай 2 воздушная петля көтереміз де үшінші қатарға дәл солай мына жерде тесіктен 2 столбик с накидін тоқимыз. Осы жерден бірінші столбик с накидім, екінші столбик с накидім. Жібімізді енді келесі тесікке 3 столбик с накидім орай тоқимыз. 1, 2, 3. 2. Ал енді келесі тесікке 3 столбик с накидін тоқимыз. Екінші столбик с накидім, үшінші столбик с накидім. 2 воздушная петля көтереміз. Дәл осы тесікке қайтадан 3 столбик с накидін тоқимыз. Үшінші столбик с накидім. Тоқимыз осы тесікке. Және келесі тесікке тек 3 столбик с накидінің өзін тоқимыз. 1, 2, 3. Келесіне 3 столбик с накидім. Біріншісі, екіншісі, және үшіншісі. 2 воздушная петля көтереміз. Дәл осы жерге қайтадан 3 столбик с накидімді тоқимыз. 1, 2, 3. Ал мына тесікке тек 3 столбик с накидін тоқимыз. 1, 2, 3. Енді келесі арка, келесі тесік бар. Бұл жерге де 3 столбик с накидінді тоқып аламыз. 2, 3. 2 воздушная петля көтереміз. Және тағы да осы жерге 3 столбик с накидін тоқимыз. 2, 3. Келесі тесікке тек қана 3 столбик с накидінді тоқимыз. 1, 2, 3. Ал келесіне 3 столбик с накидін тоқимыз. Біз 3 столбик с накидін тоқып аламыз. Енді екінші 3 столбик с накидін тоқимыз. 2, 3. Енді қатардың басымен біріктіреміз. Біздер 3 қатар осылай тоқып шықтық. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар. Енді төртінші қатарымызда дәл солай 2 воздушная петля көтереміз. Дәл осы тесіктен 2 столбик с накидімді тоқимыз. Келесі тесікке 3 столбик с накидім тоқимыз. 1, 2, 3. Жіпті крючокқа орап, келесі тесікке де 3 столбик с накидін тоқимыз. 1, 2, 3.
жіпті крючокқа орап, енді мына тесікке жаңа біздер алтауын тоқыдық қой, енді тек қана 3 столбик с накидімнің өзін тоқимыз. 1, 2, 3 болды. Ал мына тесікке де жіпті крючокқа орап, мына астыңғы қатарда 6-ын тоқыдық. Ал 4-ші қатарда тек 3-еуін тоқимыз. Мына тесікке де 3 столбик с накидім тоқимыз. 2, 3. Бізде сонда жоғарға қарай көтеріледі қазір бұрылып. Тоқымамыз. Мінекей. Бұрылыс пайда болды бізде. Мына тесікке де 3 столбик с накидім тоқимыз. Осы қатардың барлығының тесігіне 3 столбик с накидім тоқып шығамыз. Ешқандай прибавка қоспаймыз. Мінекей мына тесікке де 1, 2, 3. Мінекей бізде бұрылыс пайда болды. Келесі тесікке де 3 столбик с накидім тоқимыз. Ешқандай 2 воздушный петля көтермейміз. Мінекей келесі тесікке де солай. 1, 2, 3. Және келесі тесікке де 3 столбик с накидімді тоқимыз. 3-ші. Келесі тесікке 3 столбик с накидім тоқимыз. 1, 2, 3. Келесі тесікке де сол 3 столбик с накидім тоқимыз. 2, 3. Енді мына тесікке 3 столбик с накидімді тоқымаймыз. Бірден бұл жерде бұл жерде бір воздушный петля көтермейміз. Бұл жерде бір воздушный петля. Түсіп тастайым. Қайтадан мінекей екінші немен біріктіреміз. Петлямен. Мінекей осылай бізде бұрылыс пайда болды. Енді 2 воздушный петля көтереміз ары қарай. Дәл осы тесіктен 2 столбик с накидімді тоқимыз. 2. Мінекей. Енді келесі аркіге, келесі тесікке, мінекей мынаған, мына тесікке, мінекей мына тесікке, осы тесіктердің барлығына тек қана прибавка жалғамай 3 столбик с накидімнен айналдырып тоқи береміз. Әрбір көтергенде 2 воздушный петля көтереміз де, барлығын қосқанда 14 қатар өзіміз тоқып шығамыз. Мінекей мен 14 қатар тоқып шықтым. 14-ші қатарымды біріктіремін. Мына жерде тұрған 2 қабырғасымен тұр ғой столбик. Сонымен бірге біріктіреміз біздер. Мінекей столбиктің қабырғасымен біріктірдік. Осы жерден 4 бос ілмек теріп аламыз. Ең бірінші тұрған ілмекке, яғни петляға біріктіріп аламыз. Ең бірінші тоқыған петлямызбен біріктіреміз. Келесі петля мінекей 2 қабырғасынан аламыз. Тек қана столбиктің өзін тоқимыз. Ешқандай накид, яғни жіп алмаймыз, крючокқа жіп орамаймыз. Келесіне де столбик без накид тоқимыз. Осы жерден 3 воздушный петля көтереміз. Мінекей бірінші тоқыған бергі қабырғасы және мына жерде тұрған бергі қабырғасын бірге шығарып біріктіреміз. Келесі петляға столбик без накида, келесі петляға да столбик без накида тоқимыз. Осы петляның үстіне 3 воздушный петля көтереміз де, мына петляның бергі қабырғасы мен екінші петляның бергі қабырғасын бірге біріктіреміз. Келесі петляға без накида столбик, келесі петляға без накида, осылай 3 воздушный петля көтеріп,
астындағы екі қабырғасымен бірге біріктіреміз. Осылай жалғастыра берейік. Столбик без накида, 3 воздушная петля. Бірінші петляның екі қабырғасымен біріктіреміз. Столбик без накида, 3 воздушная петля көтереміз. Дәл осылай біріктіреміз. Жалғастырып тоқи берейік. Мен қатардың соңына келдім. Соңғы 3 воздушная петляны көтеремін де, астыңғы бірінші петлямен біріктіремін. Одан кейінгі тұрған петлямен біріктіру петлясын жасаймын. Жүгімді қиып тастап, тағы бір рет біріктіріп аламын да, жүгімізді тартып, түйіндеп, жақсылап түйіндеп алып, осылайша мына жіптердің арасынан крючокпен шығарып жасырып тастаймын. Осыдан осылай жасырып тастауға болады. Мен болдым, қалташамызды тоқып. Енді біздер бауын тоқитын боламыз. Ол үшін сұқ саусағымызға орап, мен 75 воздушная петля теріп алдым. 75 воздушная петля тереміз. Осылайша Окей. 75 воздушная петля тердім. Жүгімді қиып, тағы бір петля көтеріп, жақсылап тартам. Енді осы бауды біз мына бірінші соңғыдан санағанда бірінші қатар бар ғой. Сол жерден ортасын тауып аламыз да, мына жердегі тесіктен әрбір тесіктерінен өткізіп шығамыз осы бауды. Жақсылап оңай өткізіледі. Осылай. Екеуіне өткізіп шықтым. Екеуін теңдестіреміз. Тартып, осылай тартып, аузын жауып қоямыз. Әдемі қылып байлап, дайын болды. Мына жерін жақсылап түйіншектеп қиып тастаймыз.
Мінекей менде осындай әдемі шашуға арналған қалта дайын болды. Бұл ішіне конфет, ойыншық салып шашсаңыздар, немесе бон-бон-эркидің орнына дастарханның үстіне қойып қойсаңыздар, өте әдемі болып тұрады. Сіздерге пайдам тиді деген ойдамын. Видео ұнаса лайк баса кетіңіздер. Мінекей мен осындай түстерінен тоқып қойдым. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.